Достар, болашақта қандай дәрігер болмасаңыз да, бүкіл дәрігердің қолданысында болатын екі ең негізгі антиагрегант препараттар бар. Ол аспирин мен клопидогрел препараттары. Сол себепті бүкіл антиагрегантты есте сақтау механизмдерін толық жаттап алу қиын болса да, ең бірінші кезекте осы екі препараттыға акцент қоюларыңызды сұраймын. Давайте тағы бір рет олардың әсер ету механизмдерін пысықтап еске түсіріп өтейік. Ацетилсалицил қышқылы бұл тромбоциттегі циклоксигеназа бір ферментін қайтымсыз тежейтін болды. Сол себепті тромбоцитке белсендендіруші сигнал келген күннің өзінде ешқандай уақытта арахидон қышқылынан тромбоксан А2 түзіле алмайды, сәйкесінше оның белсендендіруші әсері де болмайды. Солай тромбоцит тіршілігін тоқтатқанша, бұл орташа есеппен 5-7 күн, ол қайтымсыз тежелген, қайтымсыз, пайдасыз күйде болады екен. Екінші препаратымыз бұл клопидогрел. Оның әсер ету механизмі тромбоциттерге белсендендіруші сигналды алып бара жатқан аденозин дифосфат деп аталатын молекуланың әсерін тежеу. Ол әсер етуі керек болған P2Y12 рецепторын тоже тежеп тастайды бәсекелес формада. Кеп мына жерде клопидогрел жауып тастағандықтан АДФ өзінің әсерін көрсете алмайды. Сәйкес оның да агрегацияға оң әсері болмайды екен. Осылай екі препарат бізде антиагреганттық әсерін көрсетеді.